Birinchi top. Nima qaranglar, birinchi top. Böyle masxara. Ya barimiz bir telefon chiqarib o'tiribmiz. Bizning to'pning ati Take men Dake to'pi. Va, nima qildik? Al. Жалпы, ya biz bugungi sabaqda keremetli dunyo o'tib жатқан секілдіміз. Талант пен дарынды деген нәрсе ол екі ұғым болғанмен, атаулар бөлек болғанмен бір мағына беретін дүние. Сондықтан бұның мағыналарын ашып кете берсек, талантты жалпы бұл белгілі бір салада ерекше жетістіктер көрсете білетін адамдарды айтады. Яғни қалай? Мен мысалға өзімді мысал ретінде алатын болсам, мен жарысқа барып өзімді кереметті дүниемен, өзімді даусыммен тамсандырып алып кете аламын деген секілді ғой. Кәшемір ары қарай тұра өзінің қабілетін дамытып, нәтижеге жеткен адам дейді. Яғни қалай? Бұл жерде менің мысалға талантым болса, мысалға Ерболсын таланты қазіргі таңда бар, сол нәрсені қазіргі таңда жемісін көріп отыр. Осы кезде біздің акустикалық өзіміздің ұйым бар, қорқыт акустик дейтін. Сол жақта синтезаторда отырады бұл бала. Өзінің шығармашылығын кереметті дүние қылып, қазіргі таңда өзінің нәтижесін беріп отыр. Кім синтезаторда? Сабаққа неге жүріп келмейді? Көбіне еңбектің арқасында ашылады. Жаңағыдай ғой, бізде Ерболсын болсын, басқа да болсын, Өлмесбек болсын, біздегі қандай нәрсе болса да өзінің еңбегімен бірге 3 жыл бойы кереметті дүниелер жасап жатыр. Сондықтан Өлмесбекке бір кереметті шапалақ болсын. Өзінің кереметті көтеректі, Мадина қыз, және де сен жайлы дейтін кереметті YouTube желісінде өзінің кереметті әндері бар. Сол жаққа кіріп бір лайктарыңызды басып аямай беріп қойыңыздар. Ал дарынды жаққа келетін болсақ, дарынды табиғи қабілеті жоғары болады дейді олардың. Туа біткен жаңағыдай не айтып кетейін, Шұғыланың сөзіне өте қосылған, әдемі айтты, сөзді жеткізе білді. Шұғыла сол себепті табиғи қабілеті жоғары болады дейді дарынды адамдардың. Одан кейін ойлау, есте сақтау қабілеті тағы да сол секілді жаңағы өзінің дәрежелері, нәтижелері жалпы жоғары болады деген секілді. Бірнеше салада өте жақсы бейімделеді. Талантты нәрсе ол бір салада болса, дарынды адам ол бірнеше салада жүреді. Мысалға өнерде көп қой түрі. Би өнері бар, ән өнері бар, жаңағы аспапта ойнайды деген секілді. Әр түрлі жағында дарынды адамдар сол жақта жан-жақта жүреді деген секілді. Одан кейін жаңа затты үйренуге бейім болады. Жаңа айтып кеткендей, бұл жерде тағы да бір мақтау айтып кетейін. Бізде Аслан кереметтей гитарист, өзінің кереметті әндеріне бір жаңадан бір үлес қосып, тойларда бір кереметтей болса, тойларда болсын, өзінің бір акустикалық кештерде болсын, өзінің шығармашылығын жаңа заттарды үйреніп келіп, сол нәрсені паш етіп көрсетіп жатады. Сол себепті бір Асланға бір кереметтей шапалақ болсын, шапалақ болып қойып. Асланға шапалақ жоқ па не сонда? Группаластар шапалақ жалпы бір шағын ғана бір не айтып кете салайын, айырмашылықтарын айтып кете салайын. Талантты жақта бұл нақты салада дамыған шеберлік, ал дарынды жақта туа біткен жалпы қабілет дейді. Сол нәрсе айттым ғой, жаңа нәрсе. Одан кейін ары қарай кететін болсақ, дарындылар жалпы бұларда жекеше топтан қараған кезде IQ жоғары болады. Жаңағы сұрақтарға, біздің алдымызда шығып кеткен топ командалар айтып кеткендей, сұрақтарға ерекше жауап беріп, өзінің бір андай IQ жоғары екенін көрсетіп жатады. Жалпы я тағы. Өзіңді IQ-ң жоғары болып. Бес сұрақ уақыт. Рахмет. Жалпы былай айта салайық енді. Талантты адамдар нәтижемен бағаланады, ал осы дарынды адамдар болса потенциалмен бағаланады. Сөйтіп бітірейін. Рахмет. Дәке мен Дәке деп жазып қойды ғой. Бізде 4-3 топ қалды ғой. Жарығың болсын. Керек. Ой, Ольга, сен болмасаң.